Ажырасу бұл жақсы құбылыс емес. Өз басым ажырасуға бел буған жұбайларды кездестірсем, қандай жағдай болса да некені бұзбауына кеңес берер едім. Өйткені мен өмірінде 4 рет неке құрған жанмын. Қазір бойдақпын. Жалғыздықтан жаным жабырқап жүрген жайым бар. 23 жасымда бір сыныпта оқып, сөз жарастырған көршінің қызымен неке қидым. Онымен 3 жыл отастым. Бірақ арамызда бала болмады. Дәрігерлерге тексерілгенімізде Айзаданың бауырдың қатерлі ісігіне шалдыққаны анықталды. Ешбір ем қонбай, арада күндер өтіп, Айзада дүние салды. Бұл қайғыны көтеру маған оңай болған жоқ. Мен үшін өмірде ешбір қызық қалмағандай еді. Мен отбасындағы жалғыз ұлмын. Қарындасым тұрмысқа шыққан. Сондықтан ата-анам қайта үйленуімді талап етті. Сол себепті арада көп өтпей ескі танысым Әлиямен некелестім. Одан 2 перзент сүйдім. Бірақ қызымыз 6 жасқа, ұлымыз 4-ке толғанда ажырасуға бел будық. Өйткені Әлия ата-анамды сыйламады, оларға дауыс көтеретін, жиі ұрсатын болды. Өз анамның да мінезі шатақтау еді. Әлия екеуінің бітпес ұрыс керісінен шаршадым. Оның «мами синочек, ынжықсың сен» деген сынды намысқа тиер сөздері де жаныма қатты бататын. Оған қоса енем де араға түсіп, енші алып шығыңдар, болмаса қызымды ажыратып ала салам дейтін. Жуас мінезді әкем болса, балам, жақын жерден үй алып жағдайымызды біліп тұрарсыңдар. 2 немеремнің обалын кім көтереді? Бір шайнек шай қойып ішуге өзіміздің де шамамыз келеді. Еншіңді алып кете бер дейтін. Ағайын туыстың әке шешесінен безген безбүйрек деген табасына қалмайын. Сіздерден асып қайда барам деп, не істерімді білмеген әрі-сәрі күйде тағы біраз жүрдім. Бірақ болмады. Бітпес егестен қажып, ақырында қолымды бір сілтеп, Әлиямен ажырасып тындым. Содан көп ұзамай әкем жүрек талмасынан дүние салды. Анам екеуміз 4 қабырғаның ішінде қала бердік. Ал Әлиядан туған балаларыма әлі күнге дейін алимент төлеп келем. 2 жұбайымнан да қол үзіп күйікте жүрген кезім. Немере інімнің тойында алды-артыма қарамай арақ ішіп, қатты мас боп қаппын. Тойдың ертесіне құдашам Зере екеуміз бір төсекте ояндық. Масайғаннан болған қателікті сау кезімізде де қайталап, ақыр соңы Зәуренің жүктілігіне алып келді. Жұбайынан айырылысқан Зәуреге де, жұпсыз қалған маған да бір ғана шешім бар. Ол үйлену. Бірі-бірімізбен алданғанымыз болмаса, оны қатты жақсы көре алмадым. Ортада бала пайда болған соң үйленуге бел буып, 3-ші мәрте неке құрдым. Арада 2 жыл өткенде анамның ортаға түсуі тағы да жағдайды ушықтырды. Онымен де ажырастым. Зәуре балаға алимент талап еткен жоқ. Сонымен үйде тағы да анам екеуміз қалдық. Арада көңілсіз күндер өте берді. Жалғыздық менің ғана емес, анамның да жанына батса керек. Әкең сенің күйігіңнен өлген. Мен қалай сөйлесем де, ұрыссам да, ене деген атым бар. Неге ажыраса бересің деп қапа болатын. Қор болмай тұрып әйелдерінің біріне қайта қосыл деп құлағымның құрш етін жейді. Бірақ онысынан түк шықпады. Күндердің күнінде біз жаққа Тараз қаласынан қоныс аударып келген Амангүлге көңілім ауды. Мінезі жайдары, сыртқы келбеті де көңілге қонарлық. Бір сөйлегеннен жүрекке жылу ұялататын қызметтес келіншек мені баурап алды. Осыдан 15 жыл бұрын 6 жасар Әсел есімді қызымен жесір қалған екен. Өткен өмірімді баяндап беріп, Амангүлме сөз жарастырып, 2 жарты бір бүтін болдық. Содан бір шаңырақ астында анам, жұбайым және өгей қызымен күн кешіп жаттық. Анамның мінезі бұрынғыдан әлдеқайда басылған. Бірақ Амангүлдің қызын жақтырмаған ол тағы да тыныш отыра алмады. Аузына келгенде әзіл шынымен араластырып қойып қалатын. Оған қоса Амангүлдің төсекте осалдығының бары мені одан суытты. Емделіп те көрдік, бірақ болмады. Ақырында екеуміз дабыра даусыз тыныш қана ажырастық. Айтып қана қойғанға жеңіл, бірақ тағдырымның осылай қалыптасуына өзгелерді кінәламаймын. Өзімнен де бар. Өйткені шапалақ бір қолдан шықпайды ғой. Не болса да қолды бір сілтеп қоя салатын өзімнен көрем. Өмірім өкініш пен күйікке толы. Қазіргі уақытта анамның бар жағдайын өзім жасаймын. Қатарластарын келін түсіріп, қолын жылысуға малып отырған жайы бар. Ал мен болсам, бүгінде үй тірлігінде өзім істеймін. Кір жуып, тамақ істеп, үйді таза ұстау өз мойнымда. Менің осы орайда жастарға да, ата-аналарға да айтарым бар.
Жастар, бір-біріңді танып біліп үйленіңдер. Мінезіміз сәйкес келмеді деп ажыраса салып, өмірлеріңді өксітпеңдер. Ал ата-аналар екі жастың ортасына түсіп, ажырасуына себепкер болмаңыздар. Қайта оларды шалыс қадамнан қайтарып, орталарына дәнекер болыңыздар дегім келеді.